Хош келдіңіз, құрметті көрермен. Хабар арнасы лайк басып каналға тіркеле кетіңіз. Есек жануарының сүті адал ма деген сұрақ бірнеше адамды мазалаған болар. Олай болса, тыңдап көрейікші. Бұрын есек сүті ем ретінде туберкулезге қарсы емдік мақсатта пайдаланылған. Сиыр сүтіне қарағанда оның құрамында қант пен ақуыз көп және май аз болғандықтан балалар үшін өте пайдалы деп саналған. Енді есектің сүтімен емделуге келсек, Ибн ан-Нужайм әл-Ханафи ғалымдарымыз харам нәрселермен емделу үкіміне қатысты бір шешімге келмеген. Алайда, әз-Захира кітабында харамнан басқа еш ем табылмаса және оның құрамында шипаның барлығы нақты болса, онымен емделуге рұқсат дейді. Ал пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алла тағаланың харам еткен нәрселерінде сендерге шипа жоқ деген хадисі құрамында шипа болмаған нәрселерді ғана көздейді. Егер оның құрамында шипа барлығы анықталса, әрі оның орнын басатын басқа дәрі табылмаса, қолданудың зияны жоқ. Сондықтан әділ әрі сенімді мұсылман дәрігер аурудың жалғыз емі есектің сүтін ішу және оның еш зияны жоқ деген қорытынды жасаған жағдайда, әрі оған тең келетін халал дәрі табылмаса, онда оны емдік мақсатта қолданудың оқасы жоқ. Бұл хабар мәлімет үшін ғана айтылған. Ем үшін қолдануды, не болмаса қолданбауды әркім өзі шешеді. Назар аударғаныңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.